Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Арнамда әр күн сайын жаңа әңгімелер шығады. Видеоны қолдау мақсатында лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Құрметті тыңдармандар, мен зейнетке шығып, өмірдің жазы кетіп, күзі қалғанда, өздеріңе мұң шағамын деп ойламаппын. Бәрін басынан бастайын. 18 жасымда мен де алып қашудың құрбаны болдым. Мені тек салып жатқан үйін бітіріп алу үшін ғана үйленгенін айтқанда, ішімдегі 3 айлық баламен төркініме кетіп қалдым. Ол кезде менің әкем құрылыс компаниясының бас есепшісі еді. Қызымды әкемнің үйінде босандым. Сол жылы әжем қайтыс болды. Ол кісі мектеп бітіргеннен соң комсомол бригадасымен Қазақстаннан кетуіме қарсы болған еді. Енді жылын күтіп отырғанда кездейсоқ тағы бір оқиға болды. Көшемізде бір үйдің қызын алып қашып кетіп, соған милиция шақырған. Ол кезде бүкіл көше бойынша бір ғана біздің үйде телефон болатын. Содан бір капитан телефон соғуға келді. Қызымды ұйықтатып, жалғыз өзім үйде отырғанмын. Ол маған тарпа бас салды. Сол кезде зорлық деген осы екенін білмеппін. Тек осыдан соң Арқалық қаласына кетіп қалдым. Аяғым ауыр екенін 5 айдан соң білдім. Бұған ешкімді кінәлайын деп отырғаным жоқ. Балам өзімдікі. Қалай баққанымды айтып көпке созбай-ақ қояйын. Сол жердің жігітіне кейіннен тұрмысқа шықтым. Бұл 1987 жыл еді. Техникумда оқып жүрген сіңілім сол кезде бала босанып ауруханаға тастап кетіпті. Үлкен сіңілім хабарласып, өз қанымыз ғой, сен асырап алсаңшы, дегенде жолдасым да бұны құптай кетті. Алайық деп қоймағаннан соң асырап алдық. Алғанымызда 9 күндік сәби еді. Баламнан кем көрсем, Құдай алдында қалай жауап берем, деп баланы өте қатты жақсы көрдім. Өз ұлымнан 11 жас кіші болатын. Асырап алған ұлымыз 2 жасқа толғанда жолдасым қайтыс болды. 2 жылдан соң інім мен келінім де арасына 7 ай салып қайтыс болды. Анам інімнің 3 баласын да маған әкеліп тастады. Сенде ең болмағанда мал бар ғой, сүт ішсе де өлмес, деді. Өз ұлдарым және інімнің 3 баласын әкелгенде ол кезде кішісі 7 айлық болатын. Барлығын өзім өсірдім. Кіші ұлым 2007 жылы Астанадағы медицина университетіне оқуға түсті. Бұл кезде үлкен ұл үйленіп, 3 немерелі болғанмын. Кіші ұл үлкен қалада жалғыз болмасын, оның үстіне жатақханада жатпасын деген оймен үлкен ұлды келін баламен қосып, 3-еуін Астанаға аттандырдым. Немерелері мен інімнің балаларын бағып, өзім ауылда қалдым. Бірақ қалаға барғаннан соң келін ұлымды көрінгеннен қызғанып, күнде ұрыса береді екен. Немерелерім туғаннан өз қолымда болған. Сүтім сұйық, тоймайды, жылай береді, деп келін әкеліп тастайтын. 3 немеремді де өзім бағып қаққаныма елде Құдайда куә. Енді оның бәрі ұмыт боп, ұлымен жанжалдасқан соң немерелерімді алып кетпекші болады. Бірақ тынышынан алып кетсе ғане. 2008 жылдың мамырында інімнің 3 баласын азғырып, үйден қашырып жібереді. Жұмыстан келсем, немерелерім ойнап отыр да, інімнің балалары жоқ. Сұрасам, білмейміз дейді. Такси жалдап полицияға барсам, келінім отыр, інімнің балаларымен бірге. Мына балаларды дұрыс баға алмады. Енді менің қыздарымды да баға алмайды. Өзіме алып бер деп арыз жазыпты. Амалсыз қыздарын қолына ұстаттым да, інімнің балаларына да қамқоршы болуға қарсылық білдіріп, қайтып кеттім. Соның арасында кіші ұлым да каникулға келді. Қыркүйекке дейін бар малымызды сатып, үйді құлыптап, баламмен Астанаға мен де кеттім. Қалада ұлымның 4 жолдасымен бірге пәтер жалдап тұрып жаттық. Қазан айында келінімнің ұлымнан ажырасып, інімнің балаларын қуып жібергенін естідім. Үлкені ол кезде 10-шы сынып еді. Мен жұмысқа орналастым. 2014 жылы
ұлым оқуын бітіріп магистратураға түсті. Жолдас балалардың екеуі оқуларын бітіргеннен соң туған ауылдарына қайтты. Қостанайдың баласы Астанада қалып, бізбен бірге тұрып жатты. Ол жедел жәрдем станциясына дәрігер болып орналасты. Келесі жылы ұлым бір қызды әкеліп таныстырды. Есіктен кіргеннен сөйлеген қыз маған бірден ұнамады. Жөн сұрауға да мүмкіндік бермеді. Кеткенше жалғыз өзі ғана сөйлеп отырды. Ұлым ол қызы шығарып салып келгеннен соң, «Балам, мына қыз екеуміз бір үйде тұра алмаспын, лажы болса тереңдемей тұрғанда қоя қой» дедім. Ұлым жарайды деп келіскен едім. 2015 жылы ауылдағы үйімді көріп қайтып келсем, ұлым жолдас баласы екеуі шай ішіп отыр екен. Мен де дастархан басына жайғастым. Бір кесе ішкеннен соң қасымыздағы ұл, «Қалай тәте, келініңіздің шайы тәтті ме екен?» деді. Сұрасам, әлгі қыз беріп жіберіпті. Алдым да пешке тастадым. Содан кейін-ақ өзімді біртүрлі сезіне бастадым. Ертесінде жұмыста 31-ші қабаттың балконында жатқанбыз. Қарасам, жер көз алдында жап-жақын тұр. Қасымдағы қыздарға, «Қараңдаршы, тротуар тіпті жақын» деп, балконнан түсуге ұмтылыппын. Содан жұмыстан соң қасымдағы жұмысас келіншектер қояр да қоймай бірге бір балгерге апарды. Ол балгер маған былай деді: «Сені өлтіруге дуас еткен» деп зәремді ұшырды. Оқып дем салып берді. Арада 3 күн өткен соң жұмысқа барсам, жұмысымдағы үйлер керемет биік екен. Содан кешке келіп балам айттым. «Мама, ол қызды қойдым» деп балам сендірді. Содан былтырғы жылы балам, «Мама, мен сені алдап келдім, ол қызды тастаған жоқпын, үйленейік деп едік» деді. Ойланып отырып өз қолымды өзім қалай кесем деп келісімімді бердім. Ел қатарлық құда түсіп ырымын жасайық, анасының нөмірін бер, сөйлесейін, қалай баратынымызды ақылдасайық дедім. Ол маған жауабын ертесінде айтпақшы болды. Ертесінде түстен кейін қыздың анасы өзі хабарласты. «Сен бізге тең емессің, жесір қатынға қыз бермеймін, келме» деді. Жұмыстан келсем ұлым ашулы. «Сен неге звондап оған ұрсасың?» деп қарап отыр. Менің айтқан сөзіме құлақта түрген жоқ. Ертесінде ұлым кетіп қалды. Тумасам да туғаннан артық көрген перзентім ғой. Бір аптадан соң жұмысына іздеп бардым. Райынан қайтпады. 1 жыл күттім. Ашуы басылған соң мені іздеп бір келер дедім. Амалсыз қыздың үйінің мекен жайын іздестіріп тауып алдым да ол жерге де бардым. Барсам әкесі, «Менің қызым біреуге қызмет ету үшін дүниеге келген жоқ, ешкімге қызмет істемейді» деп шығарып салды. Жер болып кері қайттым. Жалғыздықты мен Құдайдан сұраған жоқ едім. Өмір бойы мінсіз болайыншы деп не істемедім десейші. Күні-түні жұмыста болдым. Соның арасында үйдің тірлігін де, балалар мен малға да қарадым. Елдер асырап алып трактор шығылды демесін деп, ел 4 жыл оқытса, мен оны 9 жыл оқыттым. Оқуын бітіріп жұмысқа орналасқанда алғашқы жалақысын маған емес, әйеліне берді. Маған айдың 2-ші жартысында бір келетін. Жаңа ай туған кезде звондауға да қолы тимейді. Звондаса да үйінде отырып емес, жұмысында кезекшілікте отырғанда немесе дүкенге шыққан кезінде хабарласатын байқадым. Бармаған жерім жоқ. Бәрі де дуамен ұстап отыр дейді. Қайтарамыз дейді. Бірақ әзірге еш нәтиже жоқ. Бүкіл табысы мен зейнетақым соларға кетіп жатыр. Қасымда ұлымның жолдас баласы қалғанына шүкір деймін. Жалғыз болсам әлде қашан жынданып кетер медім. Бұл ұлға неге үйленбейсің десем, «Тәте, үйленгендердің жайын көріп отырып, қыздарға қалай сенемін» дейді. Бұлдағы бір үйдің жалғыз ұлы. Оның ата-анасы да немере сүйгісі келеді. Өткен жылы олар қызын ұзатқанда ұлымыздың 2-ші анасы деп мені әспеттеп тойға шақырды. Тойдың болар күнінде менің жағдайыма қарай белгіледі. Өзге сыйлай білгенде өз баламның қылығына өзегім өртенеді. Жүрегім сыр бере бастады.
Абырой болғанда қазір медицина саласында жұмыс істеп жүргендіктен дер кезінде көмек көрсетілді. Биыл жазда ауылға барғанымда ұлының тойы болғанын, оны келін жақ жасағанын естідім. Шіркін, жердің тесігі болса түсіп кетуге даяр едім. Ұяттан өртенгенім-ай. Ол тойда ұлым қандай көңіл күйде жүрді екен. Сонда қайын жұрты оны күйеу баламыз жетімдер үйінде өскен деп таныстырды ма екен. Менің ұлым не айтты екен? Жалғыз анасын жер қаратып тастап кеткен адам қалай басқаларды емдейді деп ойлаймын. Мені баламнан айырып алғанда келін, мен оның туыстары қалай бақытты боламыз деп ойлайды екен. Дуа істеп беріп отырған адамның баласы жоқ па? Баласынан тірідей айырылған ананың қандай күйде екенін сезіне ме екен? Жұмақ, ана, сенің табаныңның астында дейтін ұлымды тани алмай қаламын. Құда-құдағисымаққа барып, сендер неге бұлай істейсіңдер десем, біз өз қызымызға істегенбіз дейді. Ұрыс шығарсам, одан пайда жоқ. Одан басқа не істей аламын мен? Қазір не істерімді білмеймін. Ана перзентін барлық уақытта кешіре алады дейді ғой. Мен енді қайтер екенімін. Үлкен ұлым бөлек тұрады. Оның қасына барғым келмейді. Мәйітханаға келіп жатқан жансыз денелерді көргенде, бір кезде мен де келем ғой деп қатты ойланамын. Бірақ қазірдің өзінде менің өлі тірі екенімнен қызықтап жатқан ешкім жоқ. Бақсы балгерге қашан ес кірер екен?